Құдайдың бейнесі сізде, міне осы сіздің өзіңізді бағалауыңыздағы дұрыс негізіңіз. Өйткені өзін өзі салауатты түрде бағалау дегеніміз өзіңізді Құдай қалай көрсе солай көру, басқаша емес. Ал Құдай білетініңіздей сіздің біреуге ерекше екендігіңізді айтады. Неліктен? Мұқият тыңдаңыздар. Өйткені мұндайды жиі ести бермейсіздер. Құдай былай дейді: сен ерекшесің, өйткені мен үшін өте қымбатсың. Қалайша? Тек мәсікшіге сен өте құндысың деп айтып жүрмеңіз. Бізге көнгіш болу тиесілі емес пе? Мен ешкім емеспін, еш нәрсеге жарамаймын, ешқандай құным жоқ. Бірақ Құдай олай демейді. Шынайы мойынсұнушылық, өзін-өз төмендету дегенді мүлдем білдірмейді. Мен ешкім емеспін, еш нәрсеге жарамаймын, ешқандай құным жоқ. Бұл нағыз күнә. Құдай жаратқанды кемсіту. Шынайы мойынсұнушылық бұл өзіңнің кім екеніңді түсіну. Сені сондай қылып жаратқан кім екендігін түсіну, және сол үшін Құдайды мадақтау. Сіз ұлы құндылыққа ие жаратылыссыз. Сенбейсіз бе? Онда Құдай сөзі сіз жайында не айтатынына қараңыз. Бірақ мұқият тыңдау керек болады. Өйткені сіздің сезімдеріңіз сізге қарсы шығып, сіздің ештеңеге тұрмайтыныңызды айтып, соған көндіруге тырысады. Алайда Құдай бізге мынаны айтады: аспандағы құстарға қараңдар, олар егін екпейді, ормайды да. Басқаша айтқанда, олар жұмыссыздар, өнімін қамбаға жинамайды да. Бірақ көктегі әкелерің оларды асырайды дейді Иса. Ол соңында осыдан қандай қорытынды жасайды, және бұл жеке сізге тікелей қатысы бар. Ал сендер құстардан әлдеқайда артық емессіңдер ме, яғни құндырақ? Мәсіхтің денесіне жататын адамдар: жоқ, мен ешкім емеспін, мен ештеңеде тұрмаймын деп жар салады. Ал Иса былай дейді: сендер олардан әлдеқайда артық емессіңдер ме? Өзімнің басты ойымды жеткізу үшін Иса соған қайта оралып, 2 торғайды 1 теңгеге сатпай ма? Дегенмен көктегі әкелеріңнің еркінсіз бірде-бір торғай жерге құлап түспейді. Тіпті бастарыңдағы шаштарыңның саны да оған белгілі. Осы жайында ойланыңыздар. Қорықпаңдар, өтінем, ерекше назарыңызды Құдайдың соңында айтқан сөзіне аударыңыздар. Құдай үшін сендер көптеген торғайлардан да әлдеқайда қымбатсыңдар. Сіз жайында Құдай осылай ойлайды: сіз бірегейсіз, ерекшесіз, өйткені сіз оның үлкен құндылыққа ие жаратылысысыз.